Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, ребята! Сейчас у нас урок казахского языка. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мынау көбелек. Ребята, тема сегодняшнего урока – это бабочка. Жаңа сөздерді есте сақтаймыз. Запоминаем новые слова. Көбелек, бабочка, қанат, крыло. Көбелектің қанаттары, крылья бабочки. Бірінші тапсырма. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Первое задание. Слушаем и повторяем. Мынау не? Мынау көбелек. Қане қайталаймыз. Мынау көбелек. Балалар, өлеңді тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем и повторяем. Көбелек. Ақ қанатты көбелек, көк қанатты көбелек, қызыл қанат көбелек, бақшамызға келе кет. Көбелек ау көбелек, бақшамызға келе кет. Көбелек ау көбелек, бақшамызға келе кет. Қане, өздерің қайталап көріңдер. Келесі тапсырма. Следующее задание. Тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Суретті боя. Раскрась рисунок. Ақ қанатты көбелек. Бабочка с белыми крыльями. Көк қанатты көбелек. Бабочка с синими крыльями. Қызыл қанатты көбелек. Бабочка с красными крыльями. Қайталап көр. Балақай, көбелектің суретін салып, бояп, маған жіберуді ұмытпа. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау бол!